Barşаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін өте дәмді, ауызда еритін трайфл дайындаймыз. Бізге ең алдымен қажетті заттар: секер, ұн мына жерде менде разрыхителмен араласқан, жұмыртқа, сары май, сүт, какао. Жұмыртқамызбен секерімізді салып, миксерімізбен жақсылап араластырып аламыз, аппақ болғанша. Үстіне сүтімізді құямыз, және сары майымызды салып, тоже араластырып аламыз. Какаомызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң мастымызға салып, жайлап миксерлейміз. Осы шоколадный массамызды противенге құямыз. Кез келген формаға құя берсеңіз болады, өйткені біз піскеннен кейін бәрібір де үгітеміз. Әркім өзінің пештің ыңғайына қарай шамамен 45-20 минутта пісіріп аламыз. Енді кремін дайындаймыз. Креміне бізге сливки, творожный сыр және сахарный пудраны салып, біркелкі масса қылып миксерлейміз. Барлық ингредиенттердің мөлшерлерін видеоның астына қалдырамын. Бізде осындай масса шығу керек, қоюланған. Шоколадты қамырымыз не пісіп шықты. Толығымен мен суытып алдым, толығымен суытып аламыз. Және де осылай бөліп қолмен уатып аламыз. Бізде осындай крошка шығу керек. Бәрін осылай үгітіп аламыз. Кондитерлік мешокқа жаңа кремімізді салып аламыз. Кондитерлік мешокта кішкене бізге ыңғайлы болады. Егер болмаса, қолмен де, қасықтың көмегімен де жаға берсеңіз болады. Трайфлға арналған формамызға жаңа крошкамызды саламыз.
Егер сіздерге видео ұнап пайдаларыңызға жарап жатса, міндетті түрде каналға тіркеліп алыңыз. Енді бетіне шоколадты глазур жасаймыз. Ол үшін бізге шоколад пен сливкімізді водяной ванняда ертіп аламыз. Болмаса микроволновкада ертіп алсаңыз болады. Бірақ микроволновкада ертіп алсаңыз, шығарып, араластырып тұруыңыз қажет. Трайфлдарымыздың үстіне шоколадымызды құйып шығамыз. Бір келгіге етіп тегіс істеп аламыз. Бетін өз қалауыңызша десеңіз болады. Менде мына жерде клубника, арахис және вафельный крошка. Осымен біздің трайфлдарымыз дайын. Бәріңізде дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Сіздермен болған Айгерім. Келесі видеода кездескенше.